Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге майсөктің жасалу жолын ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен тарымызды тастарынан тазартып, ыстық қайнаған суда 3-4 рет тазартып жуып аламыз. Себебі тарымыз өте кір, лас су шығады. Бірнеше рет тазалап жуып алғандарыңыз жөн. Төрт рет жуып алдым. Енді осының үстіне ыстық 200 мг сүтімізді құятын боламыз. Қақпағын жауып 30 минутқа қалдырамыз. Мінекей 30 минуттан кейін сүтті тары өзіне сіңіріп алады. Осы кезде сармайымызды қосамыз. Секерімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Кішкене бетін жауып қойдым. Енді осыны ыдыстарымызға салып әсемдеп берсеңіздер болады. Менде 3 тәрелкеге шықты. Алдымен ыдысымызды төңкеріп алып, содан кейін үстіне кәседегі тарымызды аударатын боламыз. Егер формаңыз дұрыс шықпай қалса, қасықтың көмегімен дұрыстап жіберсеңіздер болады. Үшінші тәрелкемізге де дәл осылай орналастырып аламыз. Қасықтың көмегімен айналасын тегістеп қоямыз. Енді осының қасына мен жентті қойып әсемдейтін боламын. Арнамда бұл туралы да видео бар, қарап шықсаңыздар болады. Ауызашарға немесе кез келген қонақтығыңызға жасап ұсынсаңыздар, дәмі өте керемет ерекше болып шығады. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Егер менің арнам сізге пайдалы болып, ұнап жатырған болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар қуанышты боламын. Және достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыз. Сіздермен болған Замира, астарыңыз дәмді болсын.